Мен Айбергенова Гүлдер Сатыбалдықызы 12 март 1981 жылғымын. Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Қазіргі таңда жұмыстың жоқтығына байланысты, қазіргі таңда ардагерлер үйінде қоғамдық қызметкермін. Енді былай өзімнің табысым бар, бөлек, ол тігінмен айналысамын. Қыздың жасауы, шымылдық, әртүрлі құрақтарды тігемін. Мұнайлы өлкеде тұрып жұмыссыз болу қиын ба? Әрине, мұнайлы өлкеде тұрып жұмыссыз болу өте қиын. Бұл жерде мен тек мұнай саласынан жұмыс іздемеймін. Маған тек тұрақты жұмыс болса ғана, соның өзі жеткілікті маған. Қаңтардың 4-і, 5-і, 6-сы бүкіл қазақ елі көтерілді. Қазақ еліне осы Жаңаөзен рух берді. Қазақ оянды деп барлығымыз қуандық. Өзенде не болды? Енді қаңтар оқиғасына келетін болсақ, мен осы өзімнің Маңғыстау белсенділерінен достарымыз телефон шалып айтқан, қаңтардың 2-сі күні обедтік түскі мезгілде соқты. Сол кезде мен өзім Қызылсай ауылында тұрамын. Қызылсай ауылынан таксимен жетіп бардым. Осы қалаға 5-ші микрорайонға келдім. Сол кезде мен халықтың ауызбіршілікпен жиналып тұрғанын көрдім. Мен бұрын соңды бұлай халықтың жиналғанын көрген емеспін. Достарыңыз телефонмен не айтты? Қайда келді, не болады деді? Достарым маған телефон шалғанда, газ мәселесі бойынша халық жиналып жатыр деді. Сен соған келшейші деді, қасыңа адамдарыңды алып. Мен қасымда 3 келіншекті алып жетіп бардым сол бойда. Сосын қаңтардың 3-ші күні өзіміздің ауылымызда Қызылсай тұрғындарымен жиналып, әлеуметтік желіге қолдап видео салған болатынбыз. Сол видеодан кейін 20 шақты мәшін болып, осы қалаға келдік. Қаңтардың 3-ші күні келдік. Сол жерде үлкені бар, кәрісі бар, жасымыз бар. Барлығымыз сол жерде жиналып келдік. Тұрдық сол жерде жиналып. Сөйтіп тұрғанда ешқандай басшылардан көмек келген жоқ бұл жерде. Сосын бұл жерде біздердің әйел адамдардың көптігін көргенде қатты қуандық. Өзімізден үлкен әжелер жүрді, өзімізден кіші жастар жүрді. Осындай ағаларымыз, апаларымыз тұрғанда біз күш аламыз, қолдау көрсетіп, біз сіздерге келіп тұрмыз деп, барлығын айқайлап сол жерде айтып жүрді. Шамамен қанша адам жиналып тұр екен? Шамамен енді ол жерде адам көп болды. 5 мың, 10 мың. Енді нақты айта алмаймын да, 10 мыңға жуық адам болды. Адам деген ана жерде аяқ басатын жер болған жоқ. Жаңбыр құйып тұр, қар деген борап тұр, күн салқын. Сонда да біздер күні түні сол жерде жүрдік. Ешқандай басшы келіп, не істеп жатсыңдар, қандай мәселе туындады деп бір басшы келген жоқ бұл жерде. Мен білсем, қай күн екен, бір январдың 4-і күні ма, Ноғаев мырза келді, облыс әкімі. Бірінші келді, мәшінмен қашып кетті, халық қарайған халықты көріп, тоқтамай кетіп қалды, әкімшіліктің алдынан айналып өтіп кетіп қалды. Оны Ноғаев екенін қайдан білдіңіз? Ноғаев екенін ана жерде отырған адамдар жүрді ортада. Енді қай жерде де провокация беретін адамдар жүреді ғой. Вот солар айтып жүрді. Облыс әкімі келді деп. Жолға қарай халық болып жиналып шыққан кезде мәшін 4 қара джип айналып өтіп кетті. 20 минутқа жетпей, уже әкім келіп тұр ғой. Маңғыстау облысының әкімі бар, Ноғаев бар, Ибағаров бар. Сосын ГПЗ-ның басшысы келді. ГПЗ дегеніңіз жаңағы газ өндіру заводы көтерім деген мекеме. Газ өндіру заводының басшысы айтты, мен ешқандай көтере алмаймын деді. Мен бағаны көтере алмаймын, баға деген 120-мен тұрақталып бекітіліп қойды деді. Бірақ бұл жерде қазақтың ауыз біршілігінің арқасында жоқ, газ 50-ге түседі деп мықтап белімізді буып бекем тұрғандықтан, ауыз бірліктің арқасында газ 50 теңгеге шешілді. Содан әкім қара келді, 4 джиппен. Келді ме, араларыңызға келіп? Араларымызда тұрды, ортаға тұрды. Біраз келіспеушілік болды. Түсіре алмаймын деді ценаны.
ол деген қағаз жүзінде кетіп қалды деді бұл жерде да айтылғанда. Жоқ, біз бекітілген бағаны түсіре алмаймыз деді. Мен дәл сол жерде қасымда 2 жігіт бар, ортаға шығып айқайладым. Азаттық радиосында да тұр ол видеоларым. Мен сол кезде айттым, сіз дедім, әкім дедім, халықтың арқасында әкім болып отқан әкімсіңіз. Бұл халық болмаса дедім, сізге газ да жоқ, сізге нан да жоқ деп айқайладым ортада тұрып. Сонда оның маған берген жауабы, мен бекітіліп қойған газды мен жаза алмаймын деді. Сол кезде мен айттым, ақ қағазға түсірілген ценаны өз қолыңызда ғой бұл. Қалай сіз түсіре алмайсыңыз деп. Мұнайымыз өзімізден шығып отыр, газымыз өзімізден шығып отыр. Газды 150 теңгеден сатқан, өте масқара, тіпті айтарға сөз жоқ деп. Сол жерде мен де айқайладым, қарайған жігіттер тұрды қасымда. Айқайластық сол жерде тұрып. Бір шешімге келе алмадық. Содан ол кетті. Мен таңғаладым, әншейінде Жаңаөзенде 4-5 тіпті 3 адамның басы қосылса, ОМОН тіпті болмаса полиция қызметкерлері қаптап келіп алатын еді. Осы жолы не полиция қызметкерлері күшті құрылымдар келмеді? Бұл жерде полиция қызметкерлерінің келмеген себебі біздің Жаңаөзен халқы ауызбірлікте күшті рухпен тұрды. Ештеңені бұзған жоқ, ешкімге балағат сөз айтылған жоқ, ешқандай төбелес болған жоқ бұл жерде. Себебі қазақта айтады ғой, ауыз күйген үрлеп ішеді. 2011-де біздің Жаңаөзен халқы опық жеп қалды. Біздің Жаңаөзеннің қазақтары, қалай айтсам болады енді, ол кезде кішкене сауатсыз болдық па, саяси тұрғыдан білім жағынан кішкене төмендеу болдық па, қателіктер көп кетті ол кезде. Ал одан кейін 2011 қайда, 2021 қайда, 10 жылдың ішінде адамдар оянды, рух берді бір-біріне. Өте күшті дамып кетті деп айтсам да бола алады енді. Бұл жерде сол 2011-де қателікті қайталамас үшін халық ауызбірлікпен тыныштықта тұрды. Басқа аймақтарда да халық бейбіт шықты, бас кезінде бейбіт тұрды, ешқандай қирау болған жоқ, полиция қызметкерлеріне тас атқан жоқ, таяқпен алып жүгірген жоқ. Бірақ ол жақта төбелес басталып, арты бейберекет, адам өлімін алып кеп соқты. Сіздерде не олай болмады? Біздерде олай болған жоқ. Себебі бізде үлкен ағаларымыз, үлкен апаларымыз ортада өздерінің ақылдарын айтып, сол жерде тұрды. Ешқандай полиция қызметкерлері, ешқандай адам келген жоқ. Келді, ортада жүрді. Кәдімгі гражданский киімде, формада жүрді ортамызда. Бірақ біздер білдік провокация жасап жүргендерін, ішкілікті күйде келіп әңгіме айтқандарын, өздерінің адамдарын жібергендерін біз оларды білдік. Сол себептен де біз оларға мән бермедік. Ешқандай шанс жоқ болды да оларға бір сөзбен. Жаңағы сіздердің араларыңызға азаматтық киіммен кірген арандатушылар қандай арандату әрекеттер жасады, не айтты? Олар арандату жасағанда, олар деген азаматтық киімде киіп келіп, тараң, бұл мәселе шешілмейді, бұл басшылардан келген бұйрық, басшылар сіздердің сөздеріңізді тыңдамайды деген сөздер көп болды ортада. Біздерді бұл жерде провокация берді. Адамдар ашулансын, өздеріне қол жұмсасын, өздерін балағаттасын деген ойымен жасады, бірақ біздерде ондай болған жоқ Жаңаөзен халқында. Жаңаөзен халқы ондай неден өткен адамдар, уже Жаңаөзен халқы ондай тірліктерден өтіп, уже бастарында, қалай айтсам болады, саяси сауаттар ашылды. Сауаттылықтар ашылғаннан кейін олар ондай берілген жоқ. Сонда сіздердің араларыңыздағы белсенділер, жасы үлкен ақсақалдар мен апалар арандатушыларға беріліп кетпеу үшін жастарды ұстап қалды. Солай ма? Жастарды ұстап тұрды. Ол жерде деген арандатушылық өте көп болды. Ойбай, мені милиция ұстап алып кетіп баратыр, көмек беріңдер деп. Мені деген мына жерде ұрып жатыр деп те өтірік келіп айқай шығарған адам көп болды.
Бірақ үлкен азаматтар бар, азаматшалар бар, апайлар бар, ағаларымыз бар, ұстап қалды. Бармаң. Олар деген әдейі жасалған арандатушылық деп, содан жас балдар түсініп, ортада тұра берді. Ешқандай бүлік бүлінген жоқ, ешқандай мусор шашылған жоқ, ешқандай балағат сөздер айтылған жоқ ол жерде. Басқа аймақтар сондай арандатушыларға қалай бой алдырды? Қалай ойлайсыз? Енді басқа аймақтарға келетін болсақ, оларды айтатын болсақ, олар көп провокацияға беріліп кетті. Неге, қалай? Неге, қалай? Ол жағы енді қалай айтсам болады? Саяси сауаттылықтың аздығы дейін ба? Әлде халқының ауызбіршілігінің жоқтығы ма? Әлде рухтығының жоқтығы ма? Вот сол себептен де оларда арандатушылық көп болғандықтан, ауызбіршілік жоқ болғаннан кейін олар осындай провокацияға беріліп кетті. Біздің Жаңаөзен халқы құсап, ауыз бірлікте тұрып, бір жеңнен қол шығарып, бір жеңнен бас шығарып, ауыз бірлікте тұрғанда, оларда мүмкін берілмес еді провокацияға. Осыдан 10 жыл бұрын мен Жаңаөзенде болғанда, бұл жердің белсенділерінің арасында да алауыздық бар еді. Біреу Козловты қолдап, Әбіләзовтың аты жөнін жиі айтып, тағы біреулер басқа саяси тұлғаларды айтып, тіпті Назарбаевтың сөзін сөйлейтіндер бар еді. 10 жылдан кейінгі жағдайды байқаймын, тіпті басқа саяси партияда тұратын азаматтар бар, бірақ бір-бірінің сөзін сөйлейді. Ал Қазақстанның басқа аймақтарында олар тек қана саяси партиясының ғана көзқарасын қорғап, соның артында жүреді, бір-бірімен жау болып кетті. Сіздер қалай ауызбірлік бар? Біздерде әртүрлі саяси партияда болғанмен, бізде ауызбірлік мақсат біреу алдағы. Біздің халқымызды Жаңаөзеннің бір адамын тұтқындауға бермеу, арандатушылыққа бермеу. Бізде мысалы мен саяси партияда болғанмен, мынау ДВК-ның адамы болғанмен, қазақ халқы бір шаңырақтың астында тұрғаннан кейін біздер бір-бірімізді жақтауға міндеттіміз, бір-бірімізді алып шығуға біз жүгіреміз. Себебі әр қазақ жүрегім қазақпын деп соғады. Мысалға, Жанболат Мамайдың жақтасының біреуін алып кетсе, осы өзенде. Әбіләзовті немесе басқа бір саяси тұлғаның артынан ерген азаматтар сол жаңағы Жанболат Мамайдың адамын алып шығу үшін жүгіріп бара ма? Біздер қандай партияның адамы болсын, Жанболаттың адамы болсын, мейлі ол Әбіләзовтың адамы болсын, біз қайсы адамды болмасын біреуін ұстап алып кетсе, біз барлығымызға информация беріп, жүгіріп, сол адамды алып шығуға тырысамыз. Себебі біз бір шаңырақтың астында тұрғаннан кейін мақсатымыз бір. Әртүрлі партияда болғанмен мақсатымыз біреу біздің. Сосын менің бір таң қалғаным, 10 жыл бұрын осы жергілікті полиция қызметкерлері дөрекет. Мен бүкіл Қазақстаннан осы Жаңаөзендегідей мәдениетті полиция қызметкерін көрмеппін. Сіздерде полиция қызметкерлері қалай мәдениетті, сосын саяси репрессия басқа аймақтарда өте күшті керемет жүріп жатыр, азаптау жүріп жатыр. Сіздерде белсенділерге көп тисе қоймаған, тіпті айыппұл салмады деп жатыр. Әкімдер сіздермен санасады. Ол қалай? Енді біз 10 жыл бұрынғыға келетін болсақ, 10 жыл бұрын бізде халықта көп саяси сауаттылық болған жоқ. 10 жыл бұрынғы саяси сауаттылық пен қазіргі сауаттылық екеуі жер мен көктей. Мысал ретінде өзіңізді келтіріңізші. Сіз 2011 жылы қандай көзқараста болдыңыз? Сосын қайтып көзіңіз ашылды қазір? 2011 жылы менің көзқарасым тіпті мүлдем басқа еді. Мүлдем басқа еді. Қандай? Қазіргі таңда тіпті мүлдем басқа. Бұрын 10 жыл бұрын мен саясиға көп мән бермейтін едім. Қойшы, халықпен бірге көреміз ғой, халықпен бірге көреміз ғой деген менің миымда тұрып қалды сол. 2011-ден кейін өзімді өзім қолға жинап, мен не үшін Қазақстанда тұрып, мұнайлы жерімде тұрып, мен не үшін осы саяси тұрғыда мен неге білім алмасқа,
неге сауаттылығымды көтермеске деп ізденіп бастадым. Кітапханалардан оқыдым, әлеуметтік желілерден оқыдым, достар таба бастадым өзімнің қасымда. Достарымды да ортада отырып әңгімелесіп, саяси тұлғыда әңгімелер жүргіздік. Жалпы айтады ғой, қазақтар, бая аталарым айтып отыратын еді, саясаттан да бір хабарың болсын деп. Сол аталарымыздың сөзін еске алып, саясат жөнінде уже өмірге деген көзқарасым өзгерді. Өмірге деген көзқарасым. 11 жыл бұрын мен әрине билікті қолдадым. Мен ана телевизорде айтқан затқа сенетін едім. Ол телевизордегі затпен мына шынайы өмір екеуі екі түрлі зат екен. Телевизордегі 90% жалған ақпарат екен да, ал мына көзбен көріп, құлақпен естіген мүлдем басқа хабар екен. Мен соған көзім жетті. Енді ол әлемге шыққан себебім айтып отырмын ғой, жаңа ізденісте болдым. Іздедім. Бұрынғы Комсомольская правда деген газеттерден оқыдым. Қазіргі ақпараттарды оқыдым, салыстырдым. Екі бұрынғы 90 жылдардағы газеттер мен қазіргі газеттердің айырмашылығы жер мен көктей. Қазіргі газет деген тұрғаны мен өтірік ақпарат. Өтірік жалған ақпарат. Тек мақтай береді, жақтай береді, бірақ іс жүзінде істеліп атқан ешқандай нәтиже көріп отқан жоқпыз. Телевизорда ашсаң бәрі күшті, журналда ашсаң бәрі күшті, ал әлеуметтік желіге келіп, Фейсбукта, твитті ашып қарасаң, мүлдем басқа ақпарат. Солай мен өзім ойым солай өзгерттім. Басқа аймақтардың көзқарасын қайтып өзгертеміз, қайтып оятамыз. Басқа аймақтарды енді қазір Қазақстанның қай жерін алып қарасаң да Жаңаөзен дейді. Жаңаөзен шықса, біз Жаңаөзенді қолдаймыз. Жаңаөзен тек қай неде көрсең де, жаңағы бейбітшілік шеру болсын, кәдімгі митингілер болсын, барлығында Жаңаөзенді күтіп отырады. Сол енді менің ойым осы Жаңаөзен халқының мықты азаматшаларының арқасында, мықты азаматтарының арқасында барлық өздеріне рух жинап, барлығы да өздерінің өмірге деген құлшыныстары оянады, қазақтарым оянады деген сенімдемін әлі де. Әлгінде 2011 жылды еске алдық. Сіз өзіңіз шығып бедіңіз сол кезде алаңға? 2011-де мен шықтым. 2011-де шықтым. 2011-де сіз мұнайшы болған жоқсыз ол кезде. Ол кезде еңбек дауымен мұнайшылар шықты көбінесе. Сіз не үшін шықтыңыз? Мен ешқандай да мұнайшы емеспін. Мұнай саласында жұмыс жасап көрмегенмін. Осы мұнайшылардың айлығы көтерілсе екен, өздерінің еңбек дауын жеңіп шығып, өздерінің адал еңбегін алса екен деген оймен мен де бір құттай да болса үлесімді қосайыншы, халықтың санына барып қосылып тұрайыншы деген оймен ғана барып тұрдым мен. Мен ол кезде, қазір 41-де болса, мен ол кезде 31 жаста едім. Мен бардым, шықтым. Сол кезде мен есімде болса Сарбупиев болды бізде қала әкімі. Қала әкіміне ескертілді: алаңға қазан асылмасын, ағаш үй құрылмасын, тойланбасын. Мына жақта халқың аштық жариялап отқанда деп, мұнайшылар бірнеше рет ескерту берді. Ескерту берді ол жерде. Ескерту берілсе де олар тыңдамай сол жерге қойды. Сол жерге қойғаннан кейін солдаттар тұрды сол жерде. Военный адамдар тұрды. Сол кезде біздер арасында жүргенімізде солдаттардың өздері провокация беріп тұрды адамдарға. Адайлар, Жаңаөзендік адайлар, сендердің күштерің қайда деп тұрды. Қайдасыңдар? Не, бұғып қалдыңдар ма солдатты көргеннен кейін деп провокация беріп тұрды сол жерде. Солдаттар сөйтіп айқайлап тұрды? Солдаттар сөйтіп айқайлап тұрды. Біз сол жерде 3 адам болып жүрдік. Ол 3 адамның біреуі марқұм болып кетті, қазіргі таңда біреуі инвалид болып қалды. Сол жерде жүрдік. Қасқа мыналар деген жынды ма, не айтып тұр? Шымкенттен келген солдаттар не айтып тұр мына жерде деп біздер жүрдік. Оны қайдан білдіңіз Шымкенттен келгендерін? Шымкенттен келгені енді акцент дейді ғой біздерде. Кетсей, қойсей,
сендер адайлар ше не істеп отырсыңдар, шығыңсей деген сөздер болды. Содан біздер білдік. Шымкенттік диалектімен сөйлеп тұр ма? Иә, сондай акцентпен сөйлеп тұрғаннан кейін біз шымкентский екен ғой дедік та қойдық. Сол сөйтіп тұрғанда біздер 5:43 жаққа қарай кетіп бара жатқанымызға ойбайлаған әйелдердің дауысы шықты. Құдай-ау, не болды екен дегеніміз қарасақ, уже қазан төңкеріліп, сол жерде айқай басталып кетті. Сол кезде 5:43-тің үстін, домның үстерінен уже адамдар жоғарда жүрді. Бірақ ол не істеп жүрген адамдар екен, мен әлі дейін таң қаламын, не істеп жүрген адамдар екен деп. Бәрі қап-қара киімде жамылып алған. Снайпер болуы мүмкін бе? Мүмкін, ол да бәрі де болуы мүмкін. Бірақ 5:43 домның үстінде тұрды. Сөйтіп тұрған кезде 5:43 дегенді түсіндіре өтсеңіз, басқа сіздерде 5-ші ықшам аудан 43-ші үй деген сөз ғой. Иә, біздерде Өркен шағын ауданы деп айтылады, 5-ші микрорайонда 43-ші дом. Соның крышасында жүрді. Қап-қара киініп алғандар. Сол жерде 5:43, жаңа 45 деген домдар ара қашықтығы бір дейді, сол жерде. Мен сол кезде аяғым ауыр. Сол сөйтіп жатқан кезде, мынаның үстінен атып атыр деп мен айқайлағанымша болған жоқ. 43-тің үстінен адамдар жүр, оқ атылып жатыр деп айта бастағаным сол екен. Тек екі қара киімді киінген адам дубинкімен ұрып кетті мені сол жерде. Қалай ұрды, қай жеріңізде? Мен оны білмеймін, әйтеуір ұрып жығып тастады, мен ана жерге жатып қалдым, өзім аяғым ауыр ол кезде. Аяғым ауыр болғандықтан кейін тек ішімді қорғап жата бердім мен. Сол кезде екі жігіт келді. Қойыңшы, әйел адам ғой деп, аналарды айырып алып кетті. Сосын мені сол жерде бір домның қасына алып келді да, мәшін шақыртты. Ол мәшіндер келген жоқ. Қарындас давай деп кетіп қалды менің қасынан. Телефоным қолымнан болғаннан кейін жан жаққа телефон соқтым. Сол кезде бір жігіт келіп алып кетті. Мазда машинасымен келіп алып кетті. Сол Маздамен біздер бұрылып жатқан кезде бір машинды өртеп жатырды балдар. Ол не себепті өртеп жатыр мен білмеймін, өзім зорға кетіп бара жатқандай. Азаматтық киімде жүрді ме олар, өртегендер? Азаматтық киімде де жүрді, қап-қара киініп алған киімде де жүрді адамдар деген. Өртегендер сонда жаңағы арандатушылар билік жіберген адамдар деп ойлайсыз ба? Менің ойым дәл солай. Оны билік жібереді, қарапайым халық жібермейді оны. Бар сен ана магазинді өрте, сен ана мәшінді өрте деп еш уақытта халық айтпайды. Сосын үйге жеттіңіз? Үйге жеттім. Жоқ, больницаға бардым. Больницаға барсам, адам толы екен, қабылдаған жоқ. Содан мен үйге кетіп қалдым. Жаңағы мәшінге айттым, мен үй апарып тастай ғой деп, содан үйге кеттім мен. Неше күн, 10 шақты күн өткеннен кейін мен больницаға қайтып бардым. Қайтып барсам, УЗИ аппараты жұмыс жасамайды екен. Бір айдан кейін келіңізші деп басылғаннан кейін. Бір айдан кейін барсам, Аллаға шүкір, балам тірі екен, соған қуандым. Аман-есен босандыңыз ба? Аман-есен босандым, қазіргі таңда балам онда. Ұл, қыз? Ұл. Ұл бала. Атын кім қойдыңыз? Атын Аңсар деп қойдым. Аман сау қалдым ғой, арманым сол кездегі менің аңсаған ойым, арман тірі қалып баламды дүниеге келсем деген ой болды менде. Дәл сол жерде ұрып атқанда. Міне 10 жылдан асып кетті. Сол Жаңаөзен ақиқаты әлі ашылған жоқ. 86 жылғы желтоқсан ақиқаты да әлі ашылған жоқ. Мұның барлығы шындығы қашан ашылады деп ойлайсыз? Бұл шындық түбінде ашылады. Бұны билік жасырып отқан. 86 жылғы оқиғада да біздер кішкентай болсақ та, бер қарай өскеннен кейін уже жаңа саяси өмірге қадам басқаннан кейін барлығын оқып, қарап отырсақ, қай жерде де биліктің адамы жүретін. Ол кезде де қыршыннан 16 жастағы, 17 жастағы студенттер кетті. Мен мысалға алатын болсам, Ләззат деген қыз кетті 16 жасында. Ысы сумен, бумен өлтіріп зат етілді. Мен сол Ләззаттың аты ұмытылмасын деп, мен өз қызымның атын Ләззат деп қойдым. Сондай батыр қыз болсыншы деп. 86 жылғы уақиға ол ешқандай халықтың ойынан да есінен де кетпейтін тұлға ол. Еш уақытта кетпейді, олар ұмытылмайды. Ол түбінде ашылатын ақиқат. Оған мен 100% кәміл сенем. 2011 ақиқаты қашан ашылады? 2011-дегі де ақиқат ашылады ол.
жайлап ол ашылып та келе жатыр негізі. Қарап отырсаң, неше бір сол кездегі полиция қызметкерлері кейіннен ақиқат ашылып, дәлелденіп, сотталып та жатыр. Ол ашылады. Яғни мына жүйе құлағанда ғана ашылады. Жүйе құлайды, оған бәріміз сенеміз, халық болып сенеміз. Жүйе ол өмірлік тұрған жүйе емес, ол құлайды. Сол кезде ашылады бәрі. Қазірдің өзінде бір басшыныкін шұқылап ашып атқан кез қазір. Басқа аймақтағы белсенділер ауызбірлік жоқ, айттым ғой әлгінде. Бір-бірімен түсінісе алмайды, саяси партияға бөлініп жатыр, руға бөлінгеніміз аз еді, енді қазір бөлінгіштер көп болып кетті, орыс тілді, қазақ деген сияқты. Қашан басқа аймақтарда белсенділер тіл табыстады, оларды қалай тіл табыстырсақ болады? Қалай ойлайсыз? Басқа аймақтарда белсенділерде келе-келе түсінеді бір-бірін. Қазіргі таңда барлық аймақтың белсенділері қазақ тілді қолдап жатыр. Бірінші қазақ тілді қолдаған, ол қазақ тілді сөйлей білу манерасы өте күшті, маңызды. Басқа аймақтың белсенділері мүмкін қазіргі таңда бір-бірін түсінбей жүрген шығар. Бір-бірінің ішінен арандатушылық көп шығар. Бірақ олар да қосылады ертең. Яғни бәріміз бір ана тілімізді сөйлегенде бір-бірімізді түсініп тіл табысамыз. Тіл табыстыратын фактор бола ма? Тіл әрине тіл. Қазақ тілді меңгеріп, қазақ тілде сөйлесе ғана ол бір-бірін түсінеді. Біреуміз орысша, біреуміз немісше, біреуміз қажықша сөйлеп тұрсақ, біз үшеуміз бір-бірімізді түсінбейміз еш уақытта. Бірінші қоғамдық мәселе ол тіл. Тілден кейін ауызбіршілік. Ауызбіршілік бар жерде халық бәрін жеңеді. 30 жыл болды ғой қазақ тілін үйрене алмай жатырмыз. Мемлекетке үйрете алмай жатырмыз, билікке үйрете алмай жатырмыз. Балабақшаға барған балалардың өздері шүлдірлеп орысша сөйлейді, қазақша түсінбейді. Енді қашан үйренеміз ана тілімізді? Аллаға шүкір, қазір қазақ тілде, барлығы қазақ тілде болып жатыр. Сіздерде ғана, басқа аймақтарда олай емес? Басқа аймақтарда ол айтады ғой, отан отбасынан басталады деп. Бірінші адам өзінің отбасынан бастау керек. Мемлекет ол құрттай шағын мемлекет, үлкен мемлекет болады. Ол шағын мемлекеттің шүлдірлеп орысша сөйлеп үйіңде здрасте, до свидания деп жүрсең, ол бала еш уақытта қазақ тілін үйрене алмайды. Бірінші мына мектептен бастап үйрету керек. Қазір міне әліппені қайтадан қосты. Әліппеден бастап үйрену керек. Даже мен айтарым, министрлерге де айтарым, әліппеден бастап үйрету керек оларға. Өткенде 27 миллион теңге бөліп депутаттарды қазақша үйретеміз дедік. Ол үйретеміз дегенде ол әлі үйрене алмай жатыр. Әлі шүлдірлеп сол баяғы орыс қазақ. Өзіме келсе үйретер едім. Қалай үйретесіз? Бесплатно үйретіп берер едім ана жерге. Аюға намазды үйреткен таяқ дегендей. Сабайсыз ба депутаттардың бәрін? Сабар едім. Асық қояр едім. Солай. Бұл да бір метод. Дұрыс. Аймағамбет Мырзаның құлағына алтын сырға ма? Алтын сырға емес, дәл сол Аймағамбетовке айтам, әліппеден бастап қазақ тілін үйренсін деймін. Егерде Тоқаевтың еститін мемлекетінен бір өмірі көре қалса, басқа аймақтардан белсенділер көре қалса, айтарыңыз бар ма? Жаңаөзендегі ауызбірлікті қалай жеткізесіз оларға? Жаңаөзендегі ауызбіршілік өте мықты. Біздер руға, саяси партияларға бөлінбейміз. Біздерде ауызбіршілік өте мықты. Аллаға шүкір, оны мен жүрегімді, төсімді ұрып тұрып, мақтанып тұрып айта аламын. Жаңаөзеннің ауызбіршілігінің мықтылығын мен мақтан етсем. Өте мықты халықпыз, Жаңаөзен халқы. Жаңаөзен халқы мықты болғандықтан мен бүкіл қазақ халқын ауызбіршілікке, мықтылыққа шақырамын.